Асаубаева Мунгунтул соңғы тур. C4, C6, ATF3, D5, G3, ATF6, піл G2, піл F5. Атақты Ефим Петрович Геллер бойынша фигураларды орналастыру. Вәзір B3, B7-дегі сарбазға шабуыл және D5-ке қысым көрсету. Вәзір B6, D3. Бәрбір біз ағылшын бастамасын ойнағымыз келеді. Ретти дебютын ойнағымыз келеді. Ат Б D7, піл E3, DC, DC, вәзір B3, AB. Енді қосырланған сарбаздар бар, бірақ А жолы ашылды деп атқаным ғой. E5, рокировка, A6, H3, H6. Бұл жүрістің ең басты мақсаты. Егерде атты H4-ке барып мынаған шабуыл жасайтын болсаңыздар, онда мына жерге тығылуға мүмкіндік бар. Ат C3, піл E7, G4, орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта ойнауға болады. Піл H7, тура F D1, тура F D8, патша F1. Ойынның соңында патшаның белсенділігі маңызды. Рокировка, тура D2, тура E8, тура D1, ат C5. Бірден мына сарбазға шабуыл жасалды. Ат D2, D8, B4. Мына енді ат мүлдем ұнамайды. Сол себепті қуып шығуға тырысу керек. Ат E6 және піл B6. Тура D7 және ат E4. Ол түсініп тұр. Егерде бұлай жүретін болса, онда қарсылас деген ат D4 деп жүреді. Мұна піл деген не істеп атқанын түсініксіз болады. Сол себепті оның барлығын түсініп тұр ол деген. Ат E4, алдық және піл B4. Ел аман жұртнышта сарбаздан әріп қалдық. Піл H7 және ат негізгі орталыққа барды. E8, C5. Енді мұна үштікті тоқтату керек, мүмкіндік бермеу керек қимылдауға. E7, D8 және 3 мәрте позиция және жүрістер қайталанды. Не айтуға болады? Бибісара шаршады ма? Білмеймін, енді техникаға тым көп сенеді деп атқам ғой.